Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің презентациям тақырыбы мамандық тұлғасы. Өзім жайлы қысқаша мағлұмат айта кетсем, менің есімім Оралбекова Толғанай, және де мен Балқаш қаласының номері 9 жалпы білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысымын. Және де менің болашақ мамандығым ол қазақ тілі және әдебиет мұғалімі. Және де мен бұл мамандықты қалай таңдадым? 5-6 сыныптан бастап шығармашылыққа жақын болып тіл байлығымды дамытып түрлі сайыстарға қатыстым. Және де мектептегі мұғалімдер де маған осы сала бойынша бағыт-бағдар берген болатын. Өзім де іштей осы салаға жақын екенімді түсіндім. Келесі, мен бұл мамандықты қалай жақсы көремін? Бұл мамандықты таңдамастан бұрын алдымен өзіме мынандай сұрақтар қойған болатынмын. Бұл мамандықты ертеңмен шын көңіліммен оқимын ба, бұл мамандықты өзіммен мұғалім көрмесемші деген түрлі сұрақтар мені мазалаған болатын. Сондықтан да алайда мен өз жүрегімді тыңдап жауапкершілікпен қарап таңдадым. Жетістікке жетудің бірден-бір төте жолы жасаған ісіңді жақсы көру. Стив Джобс айта кеткендей, осы таңдауыма айқын дәлел болады деп есептеймін. Бұл екі пән мен үшін де кез келген есеп шығаратын пәндерге қарағанда терең тармақтары көп, есте сақтауды талап ететін сала, ең мықты шығармашылықты сүйетін және құрметтейтін жандар ғана таңдай алады. Әр мамандықтың өз қиындығы бар демекші, ақын жазушылардың қайтыс болған, туылған, кітаптары шыққан жылдары, яғни нақты даталары, оның барлығын жаттау әрине қиынға соғады. Егер сіз өз жүрегіңізбен қаласаңыз, барлығы оң болады. Мамандықтың болашағы. Бұл мамандықтың болашағы өте зор деп сенімді айта аламын, себебі ақын жазушыларымыздың зор еңбегін біздің келешек жастарымызға таныстырып, еңбегімен бөлісіп, рухтарын көтеріп, және мақтайтындай етіп жеткізу болашақ мұғалімдердің қолында. Осымен мен презентациям аяқталды. Назар аударып отырғандарыңызға рахмет.